Саламатсыздар оқушылар. Бүгін біз сабағымызда екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешуді қарастырамыз. Жалпы графиктік тәсілмен шешуді біз 6 сыныптан білеміз. Теңдеулер жүйесін шешудің 3 тәсілін білеміз. Алгебралық қосу тәсілі, алмастыру тәсілі және графиктік тәсіл. 9 сыныпта осы графиктік тәсілді тереңірек қарастырамыз. Себебі ол кезде біз қарастырамыз екі айнымалысы бар теңдестіктер жүйесін шешу. Ал теңдестіктер жүйесін шешу үшін бізге теңдеулер жүйесі көмекке келеді. Графиктік тәсіл көмекке келеді. Есімізге түсірейік. Екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесі міне екі теңдеуден құралған. Егер екі теңдеудің графиктерін салған кезде ол екі график қиылысатын болса, онда мысалы мына нүктеде қиылысты, екі график мына нүктеде қиылысты. Яғни бірде минус бір деген нүктеде қиылысты. Сонда егер берілген теңдеулер жүйесінің графиктері өзара қиылысатын болса, онда теңдеулер жүйесінің шешімі сол қиылысу нүктесінің координаталары болады. Мысалы, екінші есепті қарасақ, 12x минус 8 y-тен 20-ға және 3x минус 2 y-тен 5-ге. Берілген теңдеулер жүйесі графиктері, екі теңдеудің графигі бір-бірімен биттескен. Сонда егер графиктер бір-бірімен биттесетін болса, онда теңдеулер жүйесінің шексіз көп шешімі бар, яғни минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін шешімі. Үшінші жағдайда қарасаңыз, екі график салған кезде ол екі график бір-біріне параллель орналасқан. Яғни олар қиылыспайды, әрі биттеспейді. Мұндай жағдайда теңдеулер жүйесінің шешімі жоқ. Яғни екі теңдеудің графиктері бір-бірімен қиылыспайтын болса, ондай жағдайда теңдеулер жүйесінің шешімі болмайды. Енді біз өзіміз мысал шығарып қарайық. Мысалы, бірінші бізде мынандай теңдеу берілген. X квадрат минус y-тен 3-ге және x минус y-тен 1-ге. Қарасаңыздар, біріншісі өзі x квадраты екінші дәрежелі теңдеу. Демек, оның графигі парабола болады. Ал екінші теңдеуді қарасаңыз, бірінші дәрежелі теңдеу, яғни сызықтық теңдеу. Онда оның графигі түзу болады. Демек, параболаны саламыз және түзуді саламыз. Бірінші теңдеудің графигін салайық. X квадрат минус y-тен 3-ге. Егер x 0-ге тең болса, бұл жерде y тауып алатын болсақ, x квадрат минус 3 деген шығады. Егер x 0-ге тең болса, y минус 3-ге тең. Демек, координатасы 0-де минус 3. 0-де минус 3 міне координатасы. Так, егер y 0-ге тең болса, онда x плюс-минус түбірасты 3-ге тең. Қазір бізге плюс-минус түбірасты 3-ті салу кішкене қиындау болуы мүмкін. Себебі түбірасты 3 дегенде бүтін түбір жоқ, яғни мына минус 1 бүтін, яғни 2-ге жақын ғой. 2 1 бүтін 10-7 шамасы ғой. Демек, тағы да 1-2 қосымша нүктелерді алайық. Мысалы, x-қа минус 2-ні қойсам, минус 2-ның квадраты 4, одан 3-ті азайтсам 1 шығады. Минус 2-де 1. Сәйкесінше 2-де 1. Мына жерден өтеді. X-қа минус 1-ді қойсам, y минус 2-ге тең болады. Сәйкесінше 1-де минус 2-ге тең болады. Демек, мына осы нүктелер арқылы мына жерден өтеді. Мынадан созамыз кішкене. Мына жер бізде түбірасты 3-міз, міне x-ті қиып жатқан нүктеңіз. Міне. Мына жерде минус түбірасты 3. Мынадан графикті созып жібереміз. Міне. Параболаны салдық. Енді екіншісі бізде түзу. Бізден x минус y-тен 1 дегенде, бұлдан y-ті табатын болсақ, x минус 1-ге тең болады. Түзуді салу негізі оңайлау. X-қа 0-ді қойсақ, y минус 1-ге тең, x-қа 1 қойсақ, y 0-ге тең. Сонда бізге 0-де минус 1 деген нүкте, 1-де 0 деген нүкте. 0-де минус 1, 1-де 0. Екі нүкте. Қазір мен түзуім қисық болмау үшін тағы да көмекші екі нүкте алайын. Қазір бізде былай шығайын деп тұр. Так, x-қа минус 1 қойсам, y минус 2-ге тең. Міне, қиылысып тұр өже мына жерде. X-қа 2 қойсам, y 1-ге тең. Мына жерде қиылысып тұр.
Демек, мына нүктелерді қосып график салайын. Мына қарасаңыз, теңдеулер жүйесінің екі шешімі бар. Себебі график екі жерде қиылысты. Онда жауапты жазамыз. Жауабы екі қиылысқан нүктені жазамыз да. -1-де -2 және 2-де 1. Болды, осы берілген теңдеулер жүйесінің шешімі болады. Так, екінші мысал қарастырайық. Екінші мысал. Бізде x плюс 2y-тен 1-ге және 2x плюс y квадрат тен -1-ге. Біріншісі түзу, екіншісі парабола. Мұнда парабола өзгереді, себебі мына y квадрат деп тұрды өзі. Демек, біріншісінен y-ті тапса, менде 1 минус x-ті 2-ге бөліп тастағанға тең ғой, яғни 2-ден 1 минус 2-ден 1 көбейтілген x-қа тең. Екіншісінен x-ті табатын болсам, -1 минус y квадратты 2-ге бөліп тастағанға тең, себебі 2x қой. Значит, минус 2-ден 1 минус 2-ден 1 y квадратқа тең. Так, ары қарата. Бірінші теңдеудің графигін салайық. Біріншісі бізде 2-ден 1 минус 2-ден 1 x. Яғни түзу. X 0-ге тең болса, y 0,5-ке тең. X 1-ге тең болса, минус қап қойды. Жоқ, дұрысқа. X 1-ге тең болса, y 0-ге тең да. Так. 0-де 0,5. 0-де 0,5. Мына жаққа қарай кетеміз да. 1-де 0. Мына нүкте. Мына нүкте. Жердегі нүкте. Если x-қа минус 1 қойсам, y-ім 1-ге тең да. Y-ім 1-ге тең. Тағы да 1-2 кішкене көмекші нүктелер алайық. Так, минус 2, минус 3. X-қа минус 3-ті қойсам, плюс 3, 2-ден 1-ге 2-ден 3-ті қоссам, 2-ден 4. 2-ден 4 деген неше? 2 ма? Минус 3-ті қойсам, 2-ге тең да. Так, минус 5-ті қойсам, бүтін сандарын қарап отырға. Минус 5-ті қойсам, мысалы, плюс 5, 2-ден 5-ге 2-ден 1 қосам, 2-ден 6, 2-ден 6 дегенім менде 3-ге тең болайын деп тұр да. Бұлай қарай кеттік. X-қа минус 1-ді қойсам, мына жақты таптық. Так, түзуді бұлай салайық. Себебі менде қазір парабола бұлай қарай шығайын деп тұр. Мына жаққа қарай шығайын деп тұр. Так, міне. Осындай түзу шықты. Бұл сіздер линейкамен дәл қосасыздар, Екіншісі парабола. X тең болады минус 2-ден 1, минус 2-ден 1 y квадратты. Так, егер y 0-ге тең болса, x минус 2-ден 1-ге тең болайын депті. 0-де минус 2-ден 1. Мына мәнде де, мына жерде. График, мына y квадраттың алдында коэффициент терістен ғой, сондықтан график бұлай қарай шығайын деп тұр. Мына жаққа қарай шығайын деп тұр. Демек, мына жақтағы түбірлерді тауып қарайық. Так, мысалы, y-ге минус 1 қойсам, минус 1-дің квадраты плюс 1 болады. Значит, минус 2-ден 1, минус 2-ден 1, минус 1 болайын деп тұр, да? Қазайыншы. Y-ге минус 1 қойсам, онда x-тен минус 2-ден 1, минус 2-ден 1, да? Минус 2-ден 2, минус 1 болайын деп тұр. Так, минус 1-де минус 1. Мына нүкте, да? Так. Келесі. Y 1-ге тең болса. Y 1-ге тең болса да, x минус 1-ге тең болады ғой, Значит, минус 1-де 1 деген нүкте, мына нүкте. Парабола өте былай қарай шығып жатыр. Так, келесі. Тағы да бір екі нүктесін табайық. Мысалы, мыналармен қиылысатындай жағдайларын қарайық.
Мысалы, y-ге неше қойық? Бүтін түбір шығатындай қойық. Так, 2-ні қойсам. Так, 2 қойып қарайық. Y-ге 2-ні қойсақ не болады? X-тен минус 2-ден 1, минус 2-ден 2-ның квадраты 4-ті. Бүтін емес екен ғой түбір. Значит, 2-ден минус 6 ма? Шығайын деп тұр екен ғой. Так, 2-ні қойылатын 4. 2-ден 4, 2-ден 5 екен ғой. 2-ден 5, минус 2,5 та. Сонда минус 2-ден минус 2,5. X минус 2,5 тең болғанда, Y менде шықты. 2 шықты да. Y 2. Мына жаққа қарай кетейін деп тұр да, мына жаққа қарай. Так, значит, дәл солай да, минус X минус 2,5 болғанда, Y минус 2. Былай кетір уже. Мына жақ. Бір-біріне симметриялы кетеді ғой, былай қарай кетті. Так. Y-ге 3-ті қойсақ, X-тен минус 2-ден 1, минус 2-ден 9 болайын деп тұр да. Минус 2-ден 10, значит, минус 5 болайын деп тұр. X минус 5-ке тең болғанда, Y 3-ке тең болып тұр да. Значит, тағы да сол минус 5-ке болғанда, Y минус 3-ке тең. Минус 3-ке тең. Так, сонда мені парабол бізде былай қарай шықты. Мына жақтан былай келді. И мені мына жақтан келді. Демек, мені параболмен түзу мені 2 нүктеде қиылысты. Минус 1-де 1 деген нүктеде, және минус 5-те 3 деген нүктеде. Демек, жауап жазамыз. Жауабы. Так, бізде шықты. Минус 1-де 1 деген нүкте шықты, және минус 5-те 3 деген нүкте шықты. Парабола осылай орналасады. Екі жағдайды мұқият қарап алыңыздар. Келесі сабағына осы екі мысалды теңсіздік түрінде қарастырамыз.